Ассаламу-алейкум қандастар. Менің атым Сайлау Қожахметұлы. Алматы қаласында тұрамын. Бұл компания 2009 жылы 1 майда Америкада ашылған. Бұның бірден-бір басшысы Наудер Хезен. Бұл компанияның бірден-бір ерекшелігі бұның өнімдері адамның денсаулығына арналып шығарылып отыр. Компания негізі Америкада Техас қаласының жанында Ирвинг деген штат бар. Сол штатта орналасқан завод бар. Наудер Хезеннің тапсырысымен сол заводта өндіріледі. Шығу тарихын айтатын болсақ, ең алғаш Наудер Хезеннің әкесі Альцгеймер деген аурумен ауырып, сол кезде бір күні теледидардан тыңдап отырған кезде бір ғалым шығып, керемет шөп шықты. Осы шөптің арқасында Альцгеймер ауруын емдеуге болады деген әңгіме айтылады. Сол кезде Наудер өзінің әкесіне осы шөпті алып бермекші болады, бірақ сол уақытта осындай ауызға шығатын спрейлер бар болады. Оны елдер қолданып жатады. Сол кезде сол заводқа қараласқан Наудер бұлардан оның құрамын сұрайды. Оның құрамындағы шөптердің сол кездегі бағасы килограммы $400 болады. Сол кезде әлгі шөптерді Наудер сол кісімен жолығып, оның әрбір килограммын $1600 сатып алып, содан жаңағы заводқа барып, осы шөптен маған әкеме мынандай ауызға шашатын қып жасап бер деп ұсыныс қылады. Сол ұсыныс арқылы осы Life Max-тің 4 спрейінің болашағы қаланады. Әрине, ол ең бірінші бұл өнімдерді өзінің әкесіне береді. Доғдырлардың есебі бойынша бір жылға шыдайды деген Наудердің әкесі осы өнімдердің арқасында 5 жыл өмір сүреді. Содан Наудер ойға қалады. Егер де менің әкем осынша уақытқа дейін осының арқасында өмірін ұзартса, бұл болашақта бұл адамдарға да өте қажет өнім деп, бұл одан да құрамын мықты қылып, жаңағы заводпен келісім шартқа отырып, ғалымдардың ізденісі арқасында осы спрейді дайындап өмірге әкеледі. 2009 жыл 1 май. Бір күнде 80 елде бұл торап жүйесі арқылы таратылады. Осыны тораптан оғып білген мені бүгінгі күнде Ерлан Исмағұлов, Жанар Дембайқызына деген біздің алғысымыз өте шексіз. Осы кісілердің көрегендігі арқасында осы өнім Қазақстанға келіп отыр. Бүгінгі таңда мені 2011 жылы 1 майдан бастап бұл Қазақстанда өз жұмысын бастады. Қаншама адамдар осының нәтижесін көріп, рахметін айтуда. Дүние жүзі таныған бұның сертификаттары бар қазіргі уақытта. Сондықтан да әрбір адам қолына осы өнімді ұстаған сенімді болуын қалаймыз. Өткен себебі шипа бір Алладан, бірақ та оған сіздің де сеніміңіз керек. Өнімнің сапасы өте жоғары. Германияда шыққан бұның сертификаттары бар. Америкада таныған бұның сертификаттары бар. Жоғары сапамен өмір сүр деп аталынады біздің компаниямыз. Life Max, ағылшын тілінде алғанда. Жалпы бұл компанияның адам баласына берері өте зор. Ол тек қана денсаулық емес, ол тек қана қаржылай үлкен жетістікке жету емес. Бұл жерде адамның жан тазалығы, жан ауруын қалыпқа келтіруге болады деп мен толыққанды айта аламын. Өйткені біздің компаниямыздың алдына қойып отырған бірден-бір мақсат ешқандай қиналыссыз үлкен табыс көзіне жету. Компанияның өзінің аты айтып тұр. Живи по максимуму. Жоғары сапамен өмір сүрді. Бұл сабақтарды өзіміздің Қытай мемлекетінен келіп жатқан 25 әріптесімізге өткізу себебіміздің бірден-бір себебі адам баласы көп нәрсені біздер өмірге келгенде түсіне бермейді екенбіз. Мен өзім жоғарғы білімді маман ретінде жұмыс жасап жүрген кездерімде де, одан кейінгі кездерімде, кішкене баламен отырған кездерімде де, өзімде бір ішкі жан дүниемде бір үлкен ізденіс пайда болды. Бірақ сол кезде қолымыздан жетектеп, арман мақсатымыз, болашаққа деген көзқарасымызды өзгерте қоятындай жан кездесе қоймады. Сол сәтте маған қол үшін созған осы жүйелі маркетинг болатын. Алғашқы мақсатың не? Өмірге деген қандай көзқарасың бар?
өмірден нені талап етесің деген сұрақтарға сол кезде мен жауапты іздей бастадым. Сөйтсе мен адам баласына көмектескенді жақсы көреді екен. Жалпы табиғатымнан өте ашықпын, адамдарға деген ықыласым, кез келген адам баласына жеңілдікпен ғашық бола аламын. Бұл менің ең басты қасиетім екен. Бүгінгі күні көп адамдарда сондай қасиет бар, бірақ ол адамдар сол қасиетін әрі қарай дамытпаған. Бүгінгі сабақтардың да ең басты мақсаты өмірге ғашық қылу, адамға ғашық қылу. Өйткені қамшының сабындай ғана қысқа өмірді біздер көп жағдайда дұрыс сүре бермейді екенбіз. Бүгінгі сабақтың ең маңызды тақырыбы осыған кеп тіреліп отыр. Біз өмірде көп адамға өкпелейміз, ренжиміз, міндетсейміз. Бірақ өмірде біз әркім тек қана өзіне жауапты. Жауапкершілік көп жағдайда ала бермейміз. Сол себептен бүгінгі болып жатқан біздегі үлкен сабақ кешірімді болу, өз-өзіңе жауап беру, алдағы қойған мақсаттарыңа шын жүрекпен жұмыс жасау жағын біз адамдарға көрсетіп жатырмыз. Бүгінгі күні мен өзімді өте бақытты санаймын. Өйткені ұлы ел Қытай мемлекетінен келіп жатқан өзіміздің қандастарымыз, бауырларымыз, әпкелерімізге осы сабақ арқылы бір кішкентай ғана көмегім тиетін болса, мен өзім бақыттымын деп ойлаймын. Бүгін осы сабақтар арқылы Ресейдің түкпір-түкпірінде, Моңғолия мемлекетінде, енді мен білем, ұлы Қытай мемлекетінде де осы сабақтардың жалғасын табады деп. Бұл сабақ біздің Қазақстанның түкпір-түкпірінде болып жатыр. Бақытты болайық, бай болайық, қуатты болайық. Біздің компаниямыз осының барлығына өзінің үлесін қосады. Мен оған сенімдімін. Менің атым Гүлжанат, фамилиям Қойшыбаева. 15 жылдан артық ауырдым. Ревматизмнен басталды, одан артрит, полиартрит, артрозға дейін барып, екі тізем бастырмай қалды тіземнен. Ортадағы сұйықтық кеткен деді. Содан операцияға бар деп, операцияға кесейін деп отырғанда, маған бір адам осы Life Max компаниясының спрейі жайлы айтты. Соны алып, тұтынып, істеттім, бір жыл істетіп, оның ортасында 9 айда мен таяқтың тастауға келдім. Қазір жүріп, ауырмайды аяғым. Аллаға шүкір, мыңда бір рахмет айтам. Осы компанияға рахмет, осындай спрейлерге алғысым шексіз. Менің атым Нұрдәулет Бөкейханұлы. Джунго халықаралық радио телевизиясында халықаралық бағытта тілшілік қызметін атқардым. Бүгін біздің Береке командасы саяхатта жүрміз. Біз саяхатымызды бастап жатырмыз. Береке командасы қалай команда дегенде біз Life Max компаниясының осы 4 түрлі жасыл өнімін Джунгода жеткізіп, соның ең жақсы жұмыстарын істеп жатырмыз. Мен осы орайда өзімнің спонсорым Ережепке рахметімді айтам. Әрі осы Джунгодағы ең үлкен команданы бастап жатқаныма өзім мақтаныш сезінем. Ал алда интернет саудасы туралы үлкен жобалар бар, елімізде жүріп жатқан мемлекет басшыларымыз осы жобаны қолдап жатыр. Алда мемлекет бойынша интернет саудасы ең қызғын тақырып екендігін айтып жатыр. Оған себепкер болатын интернет саудасының жан тамыры болған майынды еске алыңыздар. Майын осыдан 20 жыл бұрын кім еді? Қазір кім болды? Оны сол дәрежеге жеткізген Алибабаның осы бір интернеттің құдіреті. Пекин қаласында да сіздерді шақырам, отауыма келіп дәм тататын боласыздар иншалла. Бұл біздің жұмыстың ілгері басатындығына сенемін. Сіздерге тілерім осы бір береке бірлікте істелетін жұмысымыздың алдағы үлкен жетістіктері бар. Сіздерді мен Дубайдан тосатын болам, сіздерді мен Европадан көретін болайын. Мен осы Джунгода мұғалімдік істейтім, демалысқа шыққам. Сонымен өстіп жүрген күндерде мен әзір жүрек ауыру болдым. Ауруды жазатын осындай ем іздейін дедім. Өстіп ем іздеп жүрген кезде осы бір Life Max деген осындай бір компания бар екен. Осы компанияға
штаттағы адамдар маған осыны, ой, мынандай қандарды осындай түзейді, осындай жақсы болады, қан арқылы жұмыс жасайды, сіздің мына жүрегіңізді жазатын ем бар, біз тауып берейік деді. Елайф Макс компаниясының өнімін, жасыл өнімін істеттім. Осыны істеткеннен кейін маған бір айдан кейін осы тәсір қылды. Бұл Елайф Макске мен мыңдап рахмет айтамын. Мен Гүлзада Олеулдақызы. Мен осы Elaife Max компаниясының 4 спрейін қолдана отырып, 8 айда 15 жылдық ауырымнан айықтым. Және әйел өспесі, кейіннен 5 жылда пайда болған аллергиядан, және бүйректегі тастан нәтиже көріп отырмын. Осы денсаулығым арқасында, осы компанияда бүгінгі таңда жұмыс жасаудамын. Жақсылықтың жаршысы болып, ел жұртқа ағайын туысыма айтудамын, мен жазылдымды. Менің фамилиям Маликов, есімім Серик. Elaife Max компаниясында 2016 жылдың сәуір айынан бастап жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі күнде Elaife Max компаниясына кіргеннен кейін 28 күнде президент статусын жаптым. Бала шағамызбен толық жұмыс жасап жатырмыз. Аптасына $1000 үстінде жалақы алып тұрмыз. Компанияға кіргелі 3,5 ай уақыт ішінде артымнан 130-дай адам ерттім. Бұл жүйелі маркетингте өте жақсы табыстар бар. Жүйелі маркетингтің берері мол. Бұл не? Бұл торап бизнесі. Торап бизнесі болғандықтан бұл жердегі өнімдердің барлығы торап арқылы сатылады. Бұл ғасырдың жаңалығы, 21 ғасыр. Сондықтан да қазір көптеген өнімдер торап арқылы сатылып жатыр, оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Бірақ та осы ғасыр саудасында көптеген олқылықтар да бар. Оны да білесіздер. Сондықтан да ақ қой мен қара қойды айыру үшін де адамға білім керек. 21 ғасыр саудасы торап бизнесі келгендіктен қазір үлкен бе жас па барлығы өз күшін салып осы жерде жұмысын жасап жатыр. Бұл бір шетінен жұмыс есебінде де есептеліп жатыр. Түскі тегін ас жоқ дейді. Қытай нақылы бар. Үйде бекер жатсақ бізге кім тиын тауып әкеп береді? Ең алғаш рет Қазақстанда, Алматыда, Қытайда осы өнімді қолданып жатқан адамдардың басын қосып, жиын қимыл өткізіп жатырмыз. Бұл да біздің бір жылдық жемісіміз. Қазақ айтады, жақсылығыңмен бөліс дейді. Қуанышпен бөліссең көбейеді дейді. Қайғымен бөліссең азаяды дейді. Біз өз қуанышымызды, өз семьямыздағы осы жазылған емімізді айтып барып едік. Елге жұртқа көрсетіп едік. Ел жұрт көріп қабыл алды. Бүгінде жақсы нәтижелер шығып жатыр. Біз соған қуанамыз. Бұл 21 ғасыр. Бұл ойланатын уақыт. Әркімнің өмірі өз қолында. Сондықтан да бүгінгі таңда шешімді әрбір адам өзі жасайды. Біз жақсы өнімді әкелдік орталарыңызға. Емдеріңіздер, көріңіздер. Біз жақсы жұмыста әкелдік. Істеңіздер, жасаңыздар. Ең негізгісі бүгінгі таңда осы компания жұмыс жасап жатқан адамдардың да нәтижесі бар. Алматыдан ұялу деген оңай шаруа емес. Сондықтан да бүгінгі таңда осы компанияда осы елге еңбегін сіңіріп жұмыс жасап жатқан адамдар Алла тағала компаниядан жарылқап, бүгінгі таңда жағдайларында жасап жатыр. Сондықтан да әрбір адамға ақпарат айтып барғанда біз сіздердің жағдайларыңыз дұрысталса екен, денсаулықтарыңыз дұрысталса екен деген игі тілекпен барамыз. Мен Ұлан Ясынұлы боламын, Қытай Халық Республикасының. Осыған дейін бірнеше түрлі кәсіптермен айналыстық, және басқа да осындай тіке сауда саласымен айналысып көрдік. Осы Elaife Max компаниясының басқа саудадан бөлек және базарға салып отырған өнімдерінің ерекшелігінің артық екендігін танып жеттім. Мемлекет төрағасы Башужи Ши Цзиньпин төраға және Зоңлейміз Ли Кечаң осы торап бизнесін өкіметтің қолдауыменен жалпы халықтың істеуіне ұсынып отыр. Табыс сізбен бізге жар болсын. Атым Ереже Бақатұлы болады. Мен Жымғоның Шинжаң өлкесі Алтай өңірі Көктөбе ауданынан боламын. Мен осы Elaife Max компаниясына кіргеннен бері жарым жыл болды. Менің спонсорым Камалбек Сайлау ағалар болды. Осы ағаларға рахметімді айтам. Сандаған адамдарды нәтиже болып, сандаған адамдар маған көптеген көпшіліктер алғысын жаудырып жатады. Соныма ерекше мақтанам. Менің атым Өмірбек Ақайұлы боламын. Мына Жумгоның Шинжаң өлкесінің Буршын ауданының адамын. Буршында 30 неше жыл дәрігерлік қызмет істеп, осы жыл басынан бастап демалысқа шыққам. Енді осы мына Elaife Max компаниясының өнімдерін мен
бірінші айдан бастап естігем, бірақ десе де мен өзім дәрігер болғаннан кейін бұған көп сеніп кетпегем. Осыда мына 7-ші айда сайлауменен Нұрдәулет барып маған осының өнімдерін түсіндіріп айтқан, бірақ мен ол кезде сенбей, кейін бұл кісілермен бірге Алтайдың 7 аудан бір қаласын аралау барысында Бейтің қалашығы бар. Аралау барысында бұлардың барған жерінде қызу қарсы алуға бөленіп, бұрын беріп кеткен өнімдерінің о жердегі халық өнімін көріп, көп адамдардың жазылып, көп адамдардың қатарға қосылып, бұларды қызу қарсы алып, құшақтап, ойбай балам баяғыдағы берген дәрілердің керемет болды. Осыда мен жазылдым деп, үлкен ападарымыз бен атадарымыздың сайлаумен Нұрдәулетті құшақтап, беттерінен сүйіп жатқанын мен көп жерден көргеннен кейін өзім әсерленіп осы мына бизнес саудасына кеп қалдым. Енді мен бұл өнімді өзім істетіп жатырмын. Мен өзімді қанбасым, және мына қантын есептейді сақар. Осы бар болатын, осыны мен істеткеніме бүгін 1 ай 2 күн болды. Қанбасым бұрынғы дүз 60, дүзде жүретін дәріше тұғым. Бірақ қазір осы әріні ішіп те жүрмін, бірақ қанбасым 120-80-ге теңшелді. Енді қандағы қант құрамы төмендеп, 6, 6,5, кейде 7, бұрын 10-дан 11-ден түспейтін. Осы 1 ай үстінде осындай өнімге жеттім. Мен енді осы компанияның осы жасыл өнімін бұдан кейін бұдан да көп адамдарға беріп, анағұрлым осы дәріге зәру болып отырған денсаулығы нашар адамдардың тезірек қалпына келуіне бір кісілік үлесімді қосып, осы компанияның бір мүшесі болуға белді бекен байлап отырмын. Жалғыздың үні шықпас дейді, жаяудың шаңы шықпас дейді қазақ. Әрине, кез келген жұмыс бір адамның қолымен бітпейді. Бүгінгі таңда осы жұмысқа атсалысып жатқан жігіттерге мыңда бір рахмет айтқым келеді. Олардың қатарында өзімен бірге жүрген Камелбек Қапар, Ережеп Ахат, Нұрдәулет Бөкейхан, Серікбол Қабдыл деген жігіттер бар қазір менің жанымда. Сайра апайымызға, Бақыт Күлге, Күләш Бопай қызына, Халидаға айтатын алғыстарымыз шексіз. Бұның түбінде үлкен жеміс бар. Алла тағала сол жемісті бәрімізге жеуге жазсын. Үрімжіде серіктестіктің офисі жұмыс жасап отыр. Кез келген өнім алам деген адамға біз тапсырысын қабылдап, өнімді жеткізіп беруге кепілдік аламыз. Бүгінгі күнде әрбір ағайынға осы жақсы өнім жетіп, семьясында бір жақсы көңіл күй орнап, алғысын айтып жатса, біздің еңбегіміздің ақталғаны сол. Ал бұл интернет бизнесті жүйемен жұмыс жасау ол бізге емес жер шарының келешегі. Сондықтан оның алғашқы қиыншылықтарынан, алғашқы түсінбеушіліктерден тартынбай еңбек етіңіздер. Сіздерге қиын болады, ауыр болады, қиыншылықты көресіздер, бірақ ұрпақтарыңыз жемісін жейді. Ұрпақ демеймін, біз мысалы осы жүйелі маркетингте жұмыс жасағанымызға 10 жыл болады. Біз жемісін жеп жатырмыз. Мына ағайындарын көрді, өздеріңе жеткізеді. Ал егер біз 10 жылда жеткен дүниеге, сіздер 5 жылда жетулеріңізге болады. Сол қазақтың 17 миллион халқы емес, 2 миллиард халықтың ортасында отырсыздар. 2 миллиард халыққа көшбасшы болғалы отырсыздар. Қазақ атам айтады, 1000 жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра деп. Біз көрдік, 10 жылда зерттедік, көзіміз жетіп отыр, өзіміз осыдан нәпақа жеп отырмыз, табыс тауып отырмыз. Содан кейін өз бауырымызға жария қылып айтып отырмыз. Біз сіздерден нәпақа табайық, сіздерден бірдеңе көріп жүрейік деп отырғанымыз жоқ. Бізге халық жетеді. Егер басқадай қара ойымыз болса. Сондықтан сіздер үшін істелген шаруа, біз өзіміздің істегенімізді, өзіміздің жегенімізді өз бауырларымызға бөлісіп отырғанымыз. Артымыздан ереміз, жетегімізге жүреміз десеңіздер, біз дайынбыз.